Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып ана тілі. Екінші сабақ. Сөйлеу не үшін қажет? Осы тақырыпта бүгін біз сендермен сөйлесетін боламыз. Олай болса, кеттік. Бірінші жаттығу. Өлеңді оқы. Ана тілі. Ақыл ойын дананың. Ана тілден аламын. Ана тілді ардақты. Ақ сүтіндей анамның. Өсірген ой білімді. Сүйем туған тілімді. Мақсат етем әр сөздің мәнін терең білуді. Әдібай табылды деген ол кісінің өлең жолынан үзінді екен. Балалар, бұл жердегі дана деген сөздің мағынасы ақылды, данышпан деген мағынаны білдіріп тұр. Балалар, өлең не туралы айтылған? Ана тілім ардақты дегенді қалай түсінесің? Балалар, біздің ана тіліміз қандай тіл? Неге ол ардақты? Қане, өз ойымен бөлісіп көр. Балалар, біздің ана тіліміз қазақ тілі, яғни біз өз ана тілімізде сөйлейміз. Оның ардақты болуы біз қазақ ұлты болғаннан кейін қазақтың әр мемлекеттің өзінің тілі, ана тілі ардақты болады. Біз оны құрметпен қарауымыз қажет. Екінші жаттығу. Балалардың қолындағы әріптерден қандай сөз құрауға болатынын айт. Қане, қандай сөз құрауға болады? Ойланып айтып көрші. Жарайсыңдар, ана тілі деген сөз шығады. Өз ана тілің туралы әңгімеле. Қане, өз ойыңмен бөліс. Үшінші жаттығу. Мақалды көшіріп жаз. Тілге құрмет, елге құрмет. Балалар, біз қай тілде сөйлейміз? Қазақ тілінде сөйлейміз, яғни ол біздің ана тіліміз болып саналады. Ендеше сол тілге құрмет көрсетіп, өз тілімізді жақсы көруіміз, өз тілімізде сөйлесуіміз, балалар, ол тілімізге құрмет еткеніміз, елімізге құрмет көрсеткеніміз. Біз, яғни өз еліміз, өзіміздің отанымыз Қазақстан. Яғни біз қазақ тілінде сөйлей отырып, елімізге де құрмет көрсетеді деген мағынаны білдіреді екен. Балалар, мақалды мұқият көшіріп жазып, көркем жазып, оны жаттап алуға тырысыңдар. Балалар, келесі жаттығу. Төртінші жаттығу. Суреттерді ретімен қойып әңгімеле. Бізде 3 түрлі сурет берілген. Соларды ретімен қояйық. Ең бірінші сурет қайда бөлікті қоямыз? Әрине, ортадағы бөлікті қоямыз. Бұл бірінші бөлік. Яғни, балалар, бұл балаға есім қояйық. Қандай есім таңдайсыңдар? Жарайсыңдар. Мен Алан деген есім қояйын. Ал сендер өздеріңе ұнаған есімді қоя беріңдер. Қане, Алан қайда келді? Кітапханаға келді. Жарайсыңдар. Кітапханаға келгеннен соң не істеді? Қараңдаршы, не істеп жатыр?
кітапханашы апаймен сәлемдесіп, өзіне қажетті кітапты сұрап жатыр. Содан соң ол не істеді? Өзіне қажетті кітап сөрелерінен қажетті кітабын алып, кітапханашы апайға барып, кітабын жаздырып алып жатыр. Балалар, сендердің мектептеріңде кітапхана бар ма? Және онда саяхат жасап, немесе қандай кітаптар алып оқыдыңдар? Осы жөнінде өздерің әңгімелеп беріңдер. Және кітаптар қай тілде жазылған кітаптар оқыдыңдар? Соны да айтуды ұмытпаңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.